Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай таңғы аста таптырмайтын пайдалы дәмді гранола жасаймыз. Бұны үй жағдайында қолжетімді заттардан жасауға болады. Табаға сары майымызды салып ертіп аламыз. Майымыз толық еріп болғаннан кейін табиғи балдан салып, оны да ертіп аламыз. Бұл кезде отты өшіріп қоямыз. Мына ыстық майға балымызды ертіп аламыз, араластырамыз сосын толықтай. Балымыз бен майымызды араластырып болғасын, корицадан 1-1,5 шай қасық қосамыз. Бұл корицаны қосқаннан кейін иісі деген өте керемет болады граноламыздың. Корицаны араластырып болғасын, мынандай овсяный хлопья қосамыз. Бөліп осы массамен араластырамыз. Барлығын осылай араластырып болғасын, қазір дайындап қойған формамызға саламыз. 25-30 минутта 180 градус пеште пісіреміз. Пешті алдын ала қыздырып дайындап қойдым. Осындай дайындап қойған формамызға бірінші салып аламыз барлығын. Сосын бір келкі қылып жайғастырып шығамыз. Пешке салғаннан кейін 25-30 минут пісіру барысында 5-7 минут сайын граноланы шығарып араластырып тұрамыз. Өйткені бұның беті пісіп, асты піспей қалуы мүмкін. Сондықтан да барлық жерінің бірдей пісуін қамтамасыз етіп араластырып тұруды ұмытпаңыздар. 5 минуттан кейін духовкадан шығарып, осылай араластырып, қайтадан жаңағыдай бір келкі қылып жайып, қайтадан духовкамызға саламыз. Осыны 5 минут сайын қайталап отырып, жарты сағаттай пісіріп алыңыздар. Осымен біздің гранолаларымыз дайын болды. Өзіңіздің талғамыңызға сай жаңғақ қоссаңыз, шоколад қоссаңыз, өзіңізге не ұнайды, соны қоссаңыз болады. Мен грек жаңғағы мен асқабақтың дәнін қосып жатырмын. Өте пайдалы әрі дәмді болады. Бұл граноланы қазір суытып, сосын бір ыдысқа салып қойсаңыздар, ұзақ сақталады. Сосын сонымен қатар таңғы асқа, сүтке немесе басқа кездерде айранға қосып, йогуртқа қосып жесеңіздер өте дәмді. Асығыс кездерде тез дайындай салатын тамақ болып шығады. Осымен біздің граноламыз дайын. Қазір мен айранға қосып, ұлыма беріп, дегустация жасатып көрейін. Алихан, граноланың дәмін көрш. Ұнады ма? Дәмі қытырақ. Өте дәмді шықты, иә? Ал достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Менің каналымда өте оңай әрі пайдалы рецепттер өте көп. Сау болыңыздар.